денедегі жағымсыз иістен қалай арыламыз? Жапондардың тәсілі. Жапондардың күтім жасауына басқа халықтар қызыға қарайды. Оған қоса жақсы косметикалық құралдар, озық технологиялар және сұлулық рецептілері жапондардан шығады. Жапондар өз мәдениетін және дәстүрлерін сақтайды. Сумихара немесе smell harassment түсінігін жапондар шығарған. Ол өз иісімен басқаларға жағымсыздық сыйлау дегенді білдіреді. Ол жақта дүкендерде иіс қарқындылығын өлшейтін электронды құрылғы да сатылады екен. Осы видеода Women.ru ұсынған қосымша хош иісті құралдарды қолданбай-ақ табиғи иісті сақтауға және жағымсыз иістен арылуға көмектесетін жапондардың бірнеше ережесін айтпақпын. Сондықтан лайк басып және видеоны аяғына дейін көруге кеңес беремін. Сонда сіз бұл ақпаратты ала аласыз. Азық-түлікті дұрыс таңдау. Ауыздан шығатын иіске тамақтану тікелей әсер ететіні белгілі. Жапондар еттен жасалған тағамдардың тердің иісінің қатты шығуына әсер ететінін байқаған. Сондықтан әйелдер оны аз жеуге тырысады. Жемістер мен көкөністер, қызыл балық, теңіз өнімдері және шөптік шайлар бұл ел тұрғындары рационының негізі. Сондай-ақ олар рационда сүтті өнімдер мөлшерін азайтуға тырысады. Жүйелі түрде тіс жуу. Біз тісімізді күніне 2 рет жуамыз, ал жапондар тісін әр тамақ жегеннен кейін тазалайды. Олардың көпшілігі өздерімен бірге щеткаларын алып жүреді. Ауызды шаю. Үйге келген кезде жапондар тек қолдарын жуып қана қоймайды, сондай-ақ ауыздарын сергіткіш құралмен шаяды. Олар бұл ритуалды тамақтан кейін де, сыртқа шығарда да жасайды. Қарама-қарсы душ немесе босаңсытушы ванна қабылдау. Достар, алдағы мақсат 1500 жазылушыға жету, сондықтан егерде арнаға тіркеліп қоңыраушаны басып қойсаңыз, бұл маған үлкен қолдау болар еді. Қарама-қарсы душ немесе босаңсытушы ванна қабылдау тер бөлуінің азаюына ықпал етеді. Сондай-ақ олар аптасына 1 рет моншаға барып тұруға тырысады. Косметика. Жапония барлық мүмкін косметикалық және күтім құралдарын шығарумен танымал. Мысалы, олардан колготки сыртынан жағатын, аяққа арналған дезодоранттар, құрғататын спрейлер, терідегі ылғалды кетіретін кремдер кездестіруге болады. Жапондардың әтірі біздің парфюмдерге ұқсамайды. Олар қатты сезілмейтін хош иістерді ұнатады. Олардың дүкендерінде капсула немесе таблетка түріндегі әтірлер де сатылады. Оларды ішкеннен кейін хош иіс тері арқылы бөлінеді.